Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 113-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қымбат, арзан. Бірінші есеп. Сырым мен Әлияда 100 теңгеден бар. Сырым 2 тауар, ал Әлия 3 тауар сатып алды. Балалар қандай тауарлы сатып алуы мүмкін дейді. Сырым 2 тауар алатын болса, мысалы 80 теңгелік банан мен 20 теңгелік сәбіз алуы мүмкін, иә? Әлия 3 тауар сатып алды дейді. Әлия 40 теңгеге қызанақ, 40 теңгеге алмұрт және 20 теңгеге жүгері сатып алуы мүмкін. Сонда ол заттардың қосындысы бізде 100 теңгеге тең болады екен балалар. Құн дегеніміз бұл барлық сатып алынған тауар үшін төленетін ақша. Құны немесе бағасы туралы айтқанда арзан, қымбат сөздері қолданылады. Сондай-ақ заттың бағасын, құнын жоғары немесе төмен деп те айтамыз балалар. Осы ережені жақсылап жаттап алыңдар. Екінші есеп. Өрнек құрастырып, оның мәнін тап дейді. Қай тауар қымбат, қайсысы арзан, қаншаға қымбат, қаншаға арзан дейді. Мысалы, бірінші суретте жүгері, қияр және алма берілген екен. Олардың бағалары 20 теңге, 10 теңге, 30 теңге. Бұл жемістердің барлығын қосқанда неше теңге болады? 20, 30, 60 теңге болады екен. Ал екінші қатарда апельсин, бұрыш және қызылшаның бағалары 40 теңге, 20 теңге, 30 теңге. Бұлардың барлығының қосындысы 90 теңге болады екен. Сонда бізде екінші бағандардағы жемістердің бағасы қымбатырақ болады екен, балалар. Жақсы балалар, келесі үшінші есеп. 4 теңді құрастыр дейді. Азайғыш, азайтқыш және айырманың мәні. Есептерді шығарамыз. Мысалы, азайғыштан 10 санын алатын болсақ, азайтқыштан 5-ті алайық, 10-нан 5-ті алсақ, айырманың мәні 5-ке тең. Төртінші есеп. Есепте досыңның есептегенін тексер дейді. Есепті шығарамыз балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар.